алады ғой, дірілдеген кезде масқара ауырды. Сосын сізден келіп сондай деп дәрілерді бердіңіз ғой осы. Ең алдыңыз, Осы йоднатур, биоплюс, карболин үшеуін алдым. Соны мынадан үшеу алған мен негізі. Бір комплекс осыны ішсін деп. Йоднатурды ішкізіп жүрдім, биоплюс бәрін тамақтың алдында жарты сағат бұрын ішу керек қой. Қағаздарына қараймын, ананы іш деп. Біз СМТ, тағы да СМТ біреу давление өлшейтін и жүрекке не қояды, аппарат тақ қояды. Соны өлшеп жүргенде бізде давление ойнамалы болып тұрды. Постоянно ойнамалы. Түнге қарай бұның давлениесі көтеріледі екен. Сосын зоб қысылады екен, оның давление көтерілгенде зоб қысылып, сахар көтеріледі. Сахардың аппаратында сатып алдым, сахарын тексеріп. Мына дәріні қалай іштік? Қазір тіпай анау неден последний раз былтыр январдың кезінде СМТ жаңағы аппараттың не қылатынды қойып өлшеді, есептеп, сонда айтады, сіздерде бәрі норма ғой дейді да. Не үшін қой деп айтты деп мен айтам, алдында бізде сахардан бәрі көтеріп кете беретін. Қазір сахарды тексереміз анда-санда, бірақ аппараты бәрі бар болғаннан кейін тексеріп тұрмыз, сахары нормада тұр. Кейде сәл түсіп кетсе, бір конфет салып алады, бұрын сахар жоғары болып тұрды, қазір түсіп кететін болып тұр да. Мен айтам, сондадан сен қайтадан биоплюсті іше бер деп жатырмын да. Мен мынандайдан бір биоплюс бар үйде. Іше бер десем, мама оны кейде ұмытып кетемін, тамақтың алдында ішу керек қой деп сөйтеді. Айтамын, маған емес, сен үшін керек қой, қайта осы ішкелі беріп ауруыңды не қылдың ғой деп жатырмын да, дұрысталдың ғой деп. Салмақты да тастады, әйтпесе бұлай да семіріп кеткен жаман. Ана бойы мен салмағы өзінен сәйкес келмейді деп диетаға отырғызыңыз деді ғой маған. Мынаны ішкелі беріп. Жасы нешеде қызыңыздың? Қазір 15-те ғой. 15 жастағы солай керемет нәтиже алған екен. 13 жастан бастап сахар не деп қазір қайта басылды. Керемет, рахмет, ең сіздерге.